Балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз адамзат үшін тілдің маңызы деп аталады. Бөлім атауы мәдениет, тіл және қарым-қатынас. Бүгін қол жеткізетін сабаққа негізделген оқу мақсаты берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру. Екінші оқу мақсаты қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Бүгінгі оқу мақсаты балалар түсінікті болған шығар. Яғни біз берілген мәтінге талдау жасаймыз. Кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімін ажырататын боламыз. Сондай-ақ мәтін жазуда қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, сауатты жазамыз. Ахмет Байтұрсынов атамыздың мына бір сөзіне назар аударайықшы балалар. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Осы дүниедағы адамдар тілінен айырылып, сөйлеуден қалса, қандай қиындық күйге түсер еді. Осы күнгі адамдар жазудан айырылып, жаза алмайтын күйге ұшыраса, ондағы күйі де тілінен айырылғаннан жеңіл болмас еді. Біздің заманымыз жазу заманы. Жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Иә балалар, Ахмет Байтұрсынов атамыздың осы бір сөзінен нені аңғардық? Бүгінгі тақырып не жайлы болмақ? Болжап көрейік. Балалар, сендердің болжамдарың дұрыс болғана сенімдімін. Екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Суретке қарап ой қорытыңдар. Сөйлесіп, тіл табысудың адам өміріндегі маңызы туралы не айтасыңдар? Яғни мына суреттерге қарап отырып, сөйлесудің адам өміріне не үшін қажет екенін ойланып көрейік. Пікірлесудің, яғни сөйлесудің қандай түрлері болса да, сөйлеу формалар арқылы жүзеге асып отырады. Сөйлеу адамның тілдік амалдар арқылы пікір, ой білдіру әрекеті. Сөйлеу анатомиялық мүшелердің қатысуымен іске асқанымен, негізінен адамның психикалық қабілетіне, қоғамдағы пікір алмасу тәжірибесіне сүйенеді. Осы жерде балалар анатомиялық мүшелер дегенге ғана тоқталып өткім келеді. Анатомиялық мүшелер дегеніміз адамның дене мүшелері. Өткен сабақта сөйлеу қандай дене мүшелері арқылы жүзеге асатынын айтқан болатынмын. Естеріңе салып өтейін. Өкпе, өңеш, ауыз қуысы және ауыз қуысындағы мүшелер, тіл, тіс, таңдай, тағы да басқа. Яғни сөйлеу осы анатомиялық мүшелер арқылы жүзеге асады. Әрине, ол анатомиялық мүшелер жүзеге асу үшін біздің психикалық қабілетіміз, қоғамдағы пікір алмасу тәжірибеміз де маңызды екенін білеміз. Балалар, сөйлеудің екі түрі бар. Ауызша сөйлеу, жазбаша сөйлеу. Сендерге сұрақ, осының қайсысы бұрын пайда болды деп ойлайсыңдар? Әрине, ауызша сөйлеу. Ауызша сөйлеу монолог, диалог түрінде жүзеге асады. Монолог моно деген сөзден, яғни бір ғана деген сөзден пайда болған сөз. Яғни адамның ішкі толғанысы, ойын жеткізуі монолог деп аталады балалар. Диалог екі немесе одан да көп адамдардың пікірлесуі, сөйлесуі. Жаңа сендерге айттым, бірінші ауызша сөйлеу пайда болды. Енді жазу сызу пайда болған заманнан бері жазбаша сөйлеудің түрі пайда болды балалар. Жазбаша сөйлеу ауызша сөйлеуге қарағанда күрделірек. Ол мәтін арқылы, мәтін дыбыстар арқылы жүзеге асады. Жазбаша сөйлеу арнаулы әдістер арқылы меңгерілетін сөйлеудің түрі. Жазбаша сөйлеу адам баласы хат танарлықтай дәрежеге жеткенде, ауызша сөйлеудің біршама дамыған кезінде пайда бола бастады. Жазбаша сөйлеудің түрлері мен стильдері әр алуан. Олардың бастылары ғылыми, публицистикалық, көркем әдебиет, іс қағаздар стилі, тағы да басқа. Стиль дегеніміз не? Қарым-қатынас барысында
тілдік бірліктерді сұрыптап пайдалану арқылы ойды жеткізу мәнері. Балалар, қарым-қатынас барысында деп отырмыз. Адамдар әртүрлі қарым-қатынасқа түседі. Отбасы арасындағы қарым-қатынас, құрбы-құрдастар арасындағы қарым-қатынас, кейін жұмыс істегенде әріптестер арасындағы қарым-қатынас. Әртүрлі қарым-қатынас болуы мүмкін. Және осы қарым-қатынастарды сөйлейтін сөздер де әртүрлі болады. Сол сөйлейтін сөздердегі сөздерді сұрыптап пайдалану, қолдану, ол стиль деп аталады балалар. Стильдің жалпы 5 түрі бар. Қазақ тілінің функционалды стильдері 5-ке бөлінеді. Ауызекі сөйлеу стилі, көркем әдебиет стилі, ресми қағаздар, ғылыми және публицистикалық стиль. Ауызша сөйлеуге ауызекі сөйлеу стилі жатады балалар. Ауызекі сөйлеу стилінің ерекшелігі қандай екен? Сөйлеу стилінің стильдік тармақтары болмайды, алдын ала дайындалуды қажет етпейді, қарым-қатынас негізінен ауызша түрде жүзеге асады. Яғни біз отбасымызбен немесе құрбы-құрдастарымызбен сөйлескен кезде алдын ала дайындалмаймыз ғой балалар. Еркін сөйлесеміз. Ендеше бұндай стильдің түрін ауызекі сөйлеу стилі дейді екенбіз. Көркем әдебиет стилі. Көркем әдеби шығармаларда қолданылады дейді. Көркем әдеби шығарма дегенге не жатушы еді? Ақын жазушылардың жазған өлең, әңгіме, повесть, роман деген секілді дүниелер жатады, солай емес пе? Көркем әдебиет стилі, яғни сол ақын жазушылардың қалдырып кеткен мұраларының тілі десек те болады. Олар қалай жазылған? Көркем, көріктегіш амалдарды пайдаланған, ажарлау әдістерін пайдаланған. Яғни кез келген сөйлейтіндей емес, әдемі жазылған шығармаларды айтамыз, солай емес пе? Бірақ біз де көркем әдебиет стилінде сөйлей аламыз. Ол үшін қазақ тілінің қыр-сырын толық меңгеріп алғанымыз жөн. Ресми стиль, іс-қағаздар стилі. Әртүрлі мекемелерде жүргізілетін іс-құжаттар, нұсқау хаттарда қолданылады дейді. Мен мұны сендерге қарапайым тілмен айтқым келеді. Ресми стиль, іс-қағаздар стилі бұл құжаттар тілі. Адамның өмірі құжатқа толы. Бала дүниеге келді, қолына туу туралы куәлік беріледі. Мектепке барып, оны бітірген кезде қолына аттестат алады. Жоғары оқу орнына барғанда диплом алады. Жұмыс істеген кезде әртүрлі құжаттың түрімен таныс болады. Өтініш, сұраныс, арыз, түсініктеме, келісімшарт, тағы да басқа балалар. Ендеше ол құжаттардың тілі ресми стиль, іс-қағаздар стилінде жазылады екен балалар. Оның ерекшелігі қысқа, нұсқа, дәл, нақты сөздерді пайдаланады. Және белгілі бір қалыптасқан шаблоны болады. Сол шаблон негізінде жазылады. Осы уақытқа дейін сендер құжаттардың тілін көрген шығарсыңдар. Туу туралы куәліктердің ішін ашып көрдіңдер ме? Оның ішінде көп сөз жазылмайды балалар. Қысқа, нұсқа, нақты ақпараттар ғана жеткізіледі. Ендеше бұл стильдің түрін ресми стиль дейміз. Келесі стильдің түрі ғылыми стиль. Ғылымның салалары өте көп. Тіл білімі ғылымы, әдебиет, ол да ғылым, математика ғылым, география ғылым, биология ғылым. Ендеше осы ғылымдардың тілі ғылыми стильге жазылады. Ғылыми зерттеу еңбектерінде, ғылыми баяндамалар, дәріс мақалаларында қолданылатын стиль түрі дейді. Мен сендерге өздерің білетін мысалды ғана келтіріп отырмын. Ол сендердің алдарыңда тұрған әртүрлі пәндерден оқулықтарың, яғни оқулықтардың тілі ғылыми стильде жазылған. Оның басты ерекшелігі әр ғылымның өзіндік терминдері бар, солай емес пе? Мысалы, тіл білімінің терминдеріне фонетика, лексика, морфология, екпін жатады. Әдебиет ғылымның терминдеріне синекдоха, метафора, теңеу, эпитет, ажарлау, көріктеу, тағы да басқа жатады.
Математиканың терминдерін жақсы білесіңдер. Ол қосу, алу, бөлу, косинус, синус, альфа, бета, гамма, тағы да басқа. Осылайша әртүрлі ғылымның өзіне тән белгілі бір терминдері болады. Осындай терминдермен жазылатын оқулықтың тілін ғылыми стиль дейміз балалар. Келесі публицистикалық стиль. Бұл публика деген сөзден шыққан балалар. Публика деген көпшілік дегенді білдірмей ме? Ендеше көпшілікке арналып жазылатын шығарманың тілі публицистикалық стиль. Көпшілікке арналып жазылған шығармаға не жатушы еді? Газет, журналдарға жазылған мақалалар жатуы мүмкін. Немесе белгілі бір тележүргізушілердің, яғни дикторлардың, балалар, жүргізушілердің, журналистердің сөздері, біздің мына теледидардан көріп отырған әрбір журналистердің сөздері осы публицистикалық стильде жүзеге асады екен балалар. Ендеше стиль туралы түсінік алсақ, балалар, 5-ші тапсырманы орындап көрейік. Дәптерімізге берілген сөздерден басы артық сөздерді алып тастап, өзара мағыналық жағынан байланыстырып, сөйлем құрап жазып шық. Жаттығуда балалар, орындары ауыстырылып бірнеше сөздер берілген. Сол сөздерді тиісті орнына қойып, басы артық бір сөз немесе кейде 2 сөз болуы мүмкін, сол сөздерді тауып алып тастап, сөйлем құрап жазайық. Бұл сендердің қолдарынан келетініне сенімдімін. 6-ші тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, мәтін құрылымына қарай бөліп айт. Айт дегеннен кейін балалар, бұл жазбаша орындалады деген сөз. Яғни, мәтінді түсініп оқып алғаннан кейін, қай сөйлемнен басталып, қай сөйлемге дейін кіріспе бөлімі екенін, ал қай сөйлемнен бастап, қай сөйлем аралығы негізгі бөлім, және қорытынды бөлімі қай сөйлемдер екенін тауып, ауызша айтып бересіңдер. Балалар, мәтіннің 3 бөлімге бөлінетінін біз бастауыш сыныптан да жақсы білеміз. Ол кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім. Кіріспе бөлім белгілі бір мәтіннің тақырыбы аясында тақырыптың не жайлы екенін түсінік беретін қысқа ғана сөйлем болуы мүмкін. Негізгі бөлім сол тақырыпты аша түсетін, оған дәлелдер, мысалдар келтіретін сөйлемдерден құралады. Қорытынды бөлім дегеніміз кіріспе және негізгі бөлімде айтылған ойдан бір шешімге келіп, қорытындылайтын, аяқтайтын сөйлемдері. Ендеше іске сәт 6-ші тапсырмадағы мәтінді оқиық. Балалар, бүгінгі күннің соңғы тапсырмасы 7-ші тапсырма. 6-шы тапсырмадағы мәтін негізінде жүзеге асады. Мәтін мазмұнындағы негізгі ойды досыңа хат арқылы жеткіз. Дескрипторы көз алдарында тұр балалар. Мәтіннің идеясын жақсы түсінеді, мәтіннің идеясын хат арқылы түсінікті жеткізеді, хаттың құрылымын сақтайды. Хаттың құрылымын сақтайды дегеніміз балалар, хат қалай жазушы, еске салайықшы. Яғни, басына сәлем хат деп жазып алуымыз керек, солай емес пе? Хат жазушы досыңмен алдымен сәлемдесіп аласың. Сәлеметсің бе, құрбым, Айжан. Сосын кейін ол құрбыңның қал жағдайын сұрап алуы мүмкін. Ондағы жаңалықтарды сұрап алуы мүмкін. Одан кейін барып өзің туралы қысқаша түсінік беріп өтесің де, жаңағы мәтіннің тақырыбы жайында досыңа түсінік ретінде жазып бересің. Көлемі 60-80 сөз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мен тапсырмаларды тиянақты, нақты, уақытылы орындап, бүгін сағат 3-ке дейін жекеге жібереді деген сенімдемін. Сау болыңдар балалар.